Microsoft Word негіздері құжатты баспаға шығару. Біз алдыңғы сабақтарда құжатты толығымен қалай жазылу керек, қалай форматталу керек, қалай безендіру керек екенін өттік. Енді сол дайын болған құжатымызды баспаға шығаруымыз керек деп есептейік. Құжатымызды баспаға шығару үшін біз жылдам батырманы қолдана аламыз. Ctrl батырмасын басып тұрып, P батырмасын баса аламыз. Немесе файл, печать бөлігіне басамыз. Осы әрекеттерді істеу арқылы біз баспалау бөлігіне өтеміз. Бұл бөлікте біз компьютерімізге қосылған принтерді таңдай аламыз. Принтерімізді таңдағаннан кейін біздегі басып шығару және де көшірмелер санын беру мүмкіндігі қолжетімді болады. Сонымен қатар бізде бірнеше баптаулар бар. Ең алғашқысын қарайық. Бұл жерде біз баспалау ретін анықтай аламыз. Біз бірден барлық беттерді баспаға шығара аламыз. Немесе құжатымыздың белгілі бір бөлігін ерекшелеген болсақ, сол бөлікті ғана баспаға жібере аламыз. Ағымдағы таңдалған бетті ғана баспаға жібере аламыз. Немесе өзіміз таңдай аламыз, қай беттерді баспаға жіберетімізді. Осы нұсқаны таңдаған кезде бізде келесі бөлік белсенді болды. Бізге берілген мысалға қарайтын болсақ, біз өзіміз нақты қай беттерді баспаға жіберетімізді таңдай аламыз. Оларды біз үтір арқылы кезек-кезек бере аламыз, яғни 1-ші, 7-ші, 11-ші деген сияқты. Немесе белгілі бір аралықты таңдай аламыз. Мысалы, бізде дәл қазір мысал ретінде 5-шіден 12-ші бетке дейін баспалау керек деген мысал беріліп тұр. Осы екі мысалды көрсетілгендей араластырып қолдана аламыз. Егер сіз бір парақта екі бетті баспалап шығарғыңыз келсе, және де принтеріңіз бұл нәрсені автоматты түрде істей алмаса, онда сіз келесі мүмкіндіктерді қолдана аласыз. Әрине, алдымен сіз алдыңғы сабақта айтылғандай жұмыс аумағын қайталанбалы етіп қоюыңыз керек. Яғни зеркальные поля бөлігін таңдау керексіз. Кейін тек тақсандардағы бетін баспаға шығаруды таңдайсыз. Тақсандарыңыз шыққаннан кейін сол баспаланып шыққан парақтарды қайта принтеріңізге салып, келесі жұп санды беттерді басып шығара аласыз. Сол арқылы сіз бір параққа екі бетіңізді баспалап шығара аласыз. Әрине, принтерден парағыңыз қай бағытта кіріп, баспалау қай жағында жүретінін анықтап алуыңыз керек. Келесі екі баптау сізге әбден таныс болуы мүмкін. Бұл алдыңғы сабақта біз қарастырған баптаулар. Парақтың орналасуы, тік немесе көлденеңінен, және де жұмыс істеу аумағын баптау. Бұның барлығын біз алдыңғы сабақта қарастырғанбыз. Соңғы баптау ол сіз басып шығарылған парақта өзіңіздің құжатыңыздың қанша бетін баспалайтынын таңдай аласыз. Барлығы қасындағы суретте көрсетілген. Яғни бір бетте бір құжатыңыздың бір бетін ғана, немесе екеуін, төртеуін, алтауын, тағысын тағы. Егер сіз алдыңғы сабақта өтілген парақтың баптауларын алдын ала жасамаған болсаңыз, онда баспаға шығармас бұрын сол әрекеттерді осы жерден істей аласыз. Ол үшін параметры страницы батырмасын бассаңыз, парақтың баптауларын жасайтын арнайы терезе ашылады. Ал бұл терезе сізге алдыңғы сабақтан таныс болу керек. Осымен сабағымыз аяқталды.